Biz бүгінгі сабақта оқушылардың көңіл күйін көтеріп, сабаққа дайындау және психологиялық ахуал орнату мақсатында шаттық шеңберіне жиналдық. Ұстадық. Сөйтеміз дағына көршілерімізбенен, жүрекшелермен алмасамыз. Және бір-бірімізге күлімсіреп қараймыз. Енді келесі күн шыққан кезде, көрінген кезде біз не істейміз? Оңға қарап, солға қарап, барлығымызда бірдей тербелеміз балалар. Енді қазір біз 6 жасар алмамыз деген фильмнен үзінді көретін боламыз. Ол фильмнен үзінді көру арқылы балалар біз не істейміз? Тыңдап, мұқият бірді тыңдаймыз. Екінші сол жерден болған сұрақтарға жауап береміз. Мақұл ма? Сол себепті мұқият болып не істеп отырасыңдар? Тыңдап отыруларың керек. Түсінікті ғой, иә? Сәлеметсіз бе? Балаңыз қандай жатырсыз? Оқу жылының басталуымен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Анау тауға қараңдар. Көрер көзге жап-жақын сияқты. Ал бетке алып жүре берсең, алыстай береді. Кім-де-кім соның шыңына шыққан болса, жол қиындығын міне солы біледі. Осы ауылда сол таудың басына шыққан жан бар ма? Әңгімемді емес. Менің айтайын дегенім, оқуда асқар шыңға өрмелегендей қиын нәрсе. Қашыма еңбектенген адам ғана білім шыңға шығалады. Ана көк белестің ар жағында не бардың? Ал балалар, сонымен фильмнің үзіндісінен не көрдік? Не байқадық? Қандай мезгіл? Балалар қайда келе жатыр? Және оларды кім қарсы алды? Ал кәнге? Айтамыз? Балаларды шақырып жатыр. Балалар жалқау болмасын мектепке шақырып жатыр. Мектепке шақырып жатыр. Шыққандай оқуда қиын болады. Оқуда қиын болады деп айтып жатыр, иә? Және не дейді? Және де тауға қандай, таудың қиындығы қандай болса, оқу білімі де сондай болады. Егер біз оқуды жек көрумен оқысақ, онда бізге ешқандай нәтиже шықпайды. Шықпайды дейді, өте тамаша. Мен бұл оқу туралы мысалға таудың басына шыққан кезде қандай қиындық көрсең, білімді оқыған кезде де сондай қиындық көресің. Тек білімде төзімді адамдар шыдай алады. Иә, төзімді адамдар ғана ары қарай білімді болады. Мына оқудың қаншалықты қажет екендігін біз түсінгендей болдық. Солай ма? Иә. Солай. Ондай біз оқуға шақыру деген Ахмет Байтұрсынов қолының өлеңмен таныспаса біз ең алдымен автор туралы мәліметтерді жинап алайық, мәліметтермен танысып алайық. Ең тағы да бір айтатын ерекшелігіміз, биылғы оқу жылында Ахмет Байтұрсынұлы 150 жылдық мерейтойы осы келе жатқан 5-ші қыркүйекте тойланғалы отыр. Сол себепті қазір тірек сызбаменен жұмыс істеу үшін біз алдыменен оқулықтағы авторының туралы мәліметтермен танысып алайық. Кәнге? Біз өткен оқу жылында да өздерімен осындай тірек сызбалар арқылы жұмыс істеген болдық. Биыл да сол тірек сызбалармен жұмыс істеуді жалғастырып, мына слайдтағы тұрған мәліметтерді осы неге карточкаға сендер орналастырасыңдар. Осы тірек сызбаға. Бүгін сіздермен жүкпен жұмыс жасайтын боламыз. Жарай ма? Сен қызыңды
Оқушылардың оқу барысындағы қабілеттерін белсендендіру құралдарының бірі сабақ барысында тірек сызбаларды пайдалану. Шаталов технологиясының басты ұстанымы тірек сызбаларды пайдалану арқылы үздіксіз қайталау, сол арқылы бекіту және қолданысқа енгізу. Оқушылар үдеріс барысында әріптестерімен жұпта, топта бірлесе ойлануы, талқылау арқылы өз жұмыстарының жазбасын жүргізу әдістері мен тәсілдерін салыстыруға және жетілдіруге ынталанады деген оймен осы тірек сызбаларды пайдаландым. Әдебиет зерттеуші, ғалым, түркітанушы. Түркітанушы болған екен. Өте жақсы. Туған жері қай жер екен? Қостанай облысы Жаңакелді ауылы, Сартүбек ауылы. Сартүбек ауылы екен. Жақсы. Иә. Тіл, құрал, сырық, мысал және кәрі ағыстан деген тағы да басқа өлеңдер мен шығармалар бар екен. Жарайсыңдар. Тағы да ше? Сеңдер жаңа қосымша мәліметтерін болатын бір бал. Ал енді Ахмет Байтұрсынов туралы әңгімелесеңдер онда, және бір бал. Сызбадағы ой өз сөздерімен түсіндіргендеріне 2 бал. Ал енді еңбектің атауларын атағандарын бір балдан қойып, жұпта бір-біріңді бағалап қоя қойыңдар. Жарай ма? Назарымыз тақтада болсын балалар. Қазір біз бейне таспадан Ахмет Байтұрсын ұлының оқуға шақыру деп аталатын өлеңін тыңдап тамашалайтын боламыз. Түсінікті ма? Ал назарымыз. Балалар, оқуға бар, жатпа қарап, жуынып киініңдер шапшаңырақ. Шақырды тауық мана әлде қашан, қарап тұр терезеден күн жылтырап. Адамда, ұшқан құста, жүрген аңда, жұмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жанда. Кішкене қоңызда жүр жүгін сүйреп, барады араларда ұшып балға. Күн ашық, тоғайлар шат, ың-жың орман, оянып жан мақұлық түнде қонған. Шығады тоқылдақтың тоқ-тоқ дауысы, сайраға сарғалдақтың сыңғырлаған. Өзенде балықшылар ау қарап жүр, тоғайда орақ дауысы шаң-шұң ұрған. Аллалап ал кітапты қолдарыңа, қолдарын Құдай сүймес жалқау болған. Балалар, сонымен сабағымыздарды жалғастырамыз. Біз қазір мына жерден көріп және мәтінменен тыңдалым жасадық, иә? Енді қазір өзімізде оқылым болсын. Осы өлеңді оқу үшін бір минут беріледі. Ал өлеңді оқуды. Бірінші шумақты оқитын болса, сол шумақта не берілді, не туралы айтылады, және негізгі ой қандай осыны табасыңдар. Соңында бір мақалмен не істейсіздер? Түйіндейміз, ойымызды тұжырымдаймыз. Түсінікті ме балалар? Ал онда бірінші қатардан маған оқиды. Балалар, оқуға бар, жатпа қарап, жуынып киініңдер шапшаңырақ. Шақырды тауық маны әлде қашан, қарап тұр терезеден күн жалтырап. Сонымен бірінші шумақтан кім не түсінді? Бірінші қатар белсендірек боламыз. Қаны? Айта бер. Бұда шапшаңырақ мектепке киініп, мектепке асығу керек дейді. Жақсы, сен ойын жалғай қой.
босқа жұмыссыз жатпаңдар, жалқау болмаңдар деп айтады. Өте тамаша. Сен қалай ойлайсың? Адамдар ұшқан құста жүрген аңда, жұмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жанда, кішкене қозда жүр. Бұл жерден сендер үйде бос жатпаңдар. Бүкіл жануар, жәндіктер бәрі жұмыссыз жүрген жоқ. Бәрі де өзі азық іздеп күнін көріп жатыр. Жақсы, ары қарай бұл жер. Жағдайымыз қазір тағы. Алай ханым, сен оқи ғой. Қағанымыз тыңдаймыз. Балалар, бұл жол басы даналыққа, келіңдер түсіп байқап қаралықта. Бұл жолмен бара жатқан өзімдей көп суларды көре тұра қалалықта. Даналар өшпес жарық кетпес байлық, жүріңдер іздеп тауып алалықта. Дейді екен, иә? Ал ондай болатын болса, осы үшінші шумақта не көру керек? Үшінші шумақта даналыққа, білімге шақырып жатыр. Және даналық өшпес, жарық кетпес байлық дейді. Өте тамаша жауап. Бұл жерде адамның өзі ғана емес, баланың бәрі ғана келешекке барады. Ал сен ғана сенің де оқысаң білімді боласың. Өте керемет жауап. Бұл жерде дана өшпес, жарық кетпес байлық деген, мысалы біз бір мәтіндерді оқысақ, біз оны ұғып миымызда сақтап аламыз. Біз бүгін оқуға шақыру өлеңімізді орындаймыз. Ол үшін тізбектей баяндау деген әдіс өлең арқылы ойнаймыз сендердің. Бұл жерде не болады? Барлығымыз осы қатарда туралымызда отырамыз. Қазір біз өлеңнің мәтінін көріп, танысып аламыз. 3 өлең мәтінмен танысамыз. Және сол танысқан 3 өлең мәтінінен негізгі ойды, яғни 3 автордың өлең жолдарын пайдалана отырып, бүгінгі сабақты не ой түйдіңдер. Қалай өздерінің ойларынша қорытындыларыңдар. Осыны айтатын боламыз. Түсінікті ме балалар? Түсінікті. Ал онда өлеңді ашып көрсетейік. Оқу білім жанған шырақ ойласаң, үйренерсің іздеп көрсең қоймасаң. Қол өнерді, бұл беліңді жігер сал, пайдаларсың, қаужанарсың тоймасаң. Автор кім екен? Жүсіпбек Аймауытов деген авторы және оқу білім деген екен. Не түсіндік бірінші топ? Бұл жерде білімнің жанған шырақты айтып тұр. Және де біз ол ісімізді жақсы көруіміз керек. Сонда біз көптеген жетістікке жетеміз. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдынан іздемей ақ табылар. Кімнің өлеңі екен? Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсариннің өлеңі екен. Ал бұл өлеңмен біздің оқуға шақыру өлеңіміздің ұқсастығы қандай? Бұл жерде екі өлеңге де біліммен оқуға шақырып жатыр. Шақырып жатыр. Өте тамаша. Я тағы? Бұл жерде оқуға шақырып жатыр. Және сен білімді болуына екі өлеңге де үлес қосып жатыр. Үлес қосып жатыр. Ол іздемей ақ табылады. Іздемей ақ табылады. Егер де біз қандай болсақ? Білімді болсақ. Жақсы. Сұрақ, яғни жас балалар, оқушылар, ол жерде шам, яғни ол білім. Біз ол шырақ жағылады. Сол кезде сол шырақты ұстап, біз басқа да шырақтарды білімді құламыз. Оқы, бар қиынды тек қана ғылым жеңбек. Оқыса басқа елдердей қатарға еңбек. Білімге ел боп аңса құмарланса, жетілмек аз-ақ жылда жоғары өрлеп. Сұлтанмахмұт Торайғыров атамыздың өлеңі екен. Ал бұл өлеңде не туралы айтады? Апай. Иә, айтады. Бұл өлеңде біздің бар қиындығымызды тек ғылым ғана жеңбек. Біз оқысамыз, осы Қазақстан елі оқыса басқа елдерде мықты және басқа елдерде білімді бола алады. Өте жақсы. Сонымен балалар, қазір сабақтың бағалау сәтіне келіп жеттік. Біздің мына
балл, 7 балл, 4, 5, 6 балл, 3 деген бағалау шкаласы бойынша сендердің бағалау парақшаларыңа әрқайсының қорытынды балдарын жазып шығарыңдар. Осы арқылы біз өз бағамызды алатын боламыз, иә? Қалыптастырушы бағалау білім алушылардың оқу әрекеттері нәтижелерін ұғынуға бірден бір мүмкіндік жасайды. Бұл олардың өз оқуын құрушылар ретінде жағдай жасауына мүмкіндік береді. Алған нәтижелеріне деген жауапкершілігін арттырады. Сонымен бүгінгі сабақта өзіміз кері байланысымызды берейік. Жақсы ма? Мысалы, сен Көркем, бүгінгі сабақта қанша балл алдың? 9 балл алдым. Сен бүгінгі сабақта қанша балл алдың? 9 балл алдым. 9 балл алдың. Сонымен сабақта сен неден қиналдың? Және ұнаған жері қай жер болды сабақ? Мен бұл жерден ештеңеден қиналмадым. Қиналмадың. Ал ұнаған жері болды ма? Ұнаған жерім оқуға шақыру деген өлеңде екінші шумағында не түсінгенімді айтқаным ұнады. Өте жақсы. Рахмет. Қанша балл алдың? Бүгінгі сабақта өн бойында балалар слайдта көрсетілген дескрипторлар бойынша өзін-өзі бағалау парағымен жұмыс жасап, өз-өздерін бағалады. Сабақ соңында тиімді кері байланыс арқылы арамызда ынтымақтастық орнады. Оқытудың маңыздылығы айқындалып, кері байланыс кезінде өз жетістіктерімен қатар қиналған тұстарын да бөлісті. Сұрақ қоюдан, сұрақ жауап қоюдан қос кестемен жұмыс істеуге Қиналдың ба? Осы оқуға шақыру деген өлеңді кеңес айтырсын оны жаттап келу. Жақсы ма? иә